паузаға қойдыңыз, жаздыңыз. Үлкен үміттемін, сенімдемін сізді жазды деген. Енді қараңыз, менде де кезінде жазғам. 5 адам сіз сияқты отырып жазып, мына адам жалқау, мына адам өзгені көп кінәлайды деп жазған болатынмын, ең алғаш оқып жатырғанда. Бірақ ол жазған адамдарым менен көмек сұраған адамдар болатын. Мен мына жерде қатты қиналып жатырмын, Лаура, маған көмектесші, сен көмегің керек деген адамдар жазған болатынмын мен негізінен. Сөйтіп жаздыңыздар. Енді мен тыңдап отырайынсыздар ма? Мысалға, біз Маржанды алайық. Сіз Маржанды жоғарыға жазып қойдыңыз, оны жоғарыға жаздыңыз, ол жалқау дедіңіз. Кешіріңіз, ренжімеңіз, бірақ Маржан деген ол жалқау емес. Ол сіз жалқаусыз. Сіз сондайсыз, оны сіз мойындауыңыз керек. Екінші адам, мысалға, ақылсыз, ол өзгені кінәлайтын болса, онда ренжімеңіз, ол ақылсыз емес. Сіз ақылсызсыз. Сіз сол адамды көп кінәлайсыз. Неге? Бұл адамды болмаса да өзге адамды көп кінәлайтын болып тұрсыз. Үшінші, мысалға, жүзім, мысалға, көп адамдарға, қалай десем болады, мысалға, бәріне кері әсер береді, кері тартпа адам. Яғни бір нәрсе оған айтсам, оған ештеңе ұнамайды. Оған ондай емес. Ол сізге сондай. Ол адамнан себебі сіз сондайды көріп тұрсыз ба? Ол сіздің бойыңызда бар деген сөз. Түсініп тұрсыз ба? Осы жазылған 5 адам ондай адамдар емес. Кешірім сұраймын. Ондай адамдар емес. Оның бәрі сіздің бойыңызда бар. Ал оның бәрі сіздің бойыңызда бар, сіз түзеу керексіз деген сөз, соның бәрін. Егер де ол өзгені көп кінәлайтын болса, сіз өзгені көп кінәламау керексіз. Пауза, тоқтат деп өзіңе сигнал беру арқылы тоқтату керексіз. Тоқтатып барып аузыңызды тыю керексіз, жабу керексіз. Болды. Өзгені өсектеп жатыр ма, мысалға, гүлім, онда өзіңіз өсектемеу керексіз. Ол өсектемейді ешкімді, сіз өсектеп тұрсыз. Себебі сіз ол адамдан ондайды көріп тұрсыз ба, ол сіздің бойыңызда бар деген сөз. Ал егер де сіздің бойыңыздан оның бәрі кетті ме, ол адамда ондай болмайды. 100% айтайын сізге. Жарайды ма? Түсінікті ме? Түсіндіре алдым ба? Сондықтан да сіз қандай адамнан бір минус таптыңыз, сол адамның бойында ол минус жоқ, ол сіздің бойыңызда бар. Сіз сол минуспен күресу керексіз, тоқтату керексіз, жою керексіз, және сол нәрсемен сіз күресіп білу керексіз. Жарайды ма? Сондықтан да іске сәт, сіздер солмен түзетеді, ой қортады деген үлкен үміттемін. Осыны айта келе, әрқашанда өзіңізді қатты мына кісімен жұмыстанам, мынаумен айналдырам, мынаумен тоқтатам емес, сіз бірінші пікіріңізді түзеп алыңызшы. Ойыңызды түзеп алыңызшы сіз. Қазіргі адамдарды байқаймын, көбінесе ой билеп кетті, мына миларының бәрі қоқысқа толы, ана информацияны жұлып алды, оның бәрін күндіз-түні ойлайды, мынау қайтсем болады екен, мына жоспарым іске аспай жатыр, не істеймін, мынау болмай жатыр, не істеймін, мынау мен былай қаладым, бірақ басқаша болды деп адамдар көбінесе солай ойлайды да, барлығын өздерінің бастарында жинап алады. Жинап алғаннан кейін не болады? Бытырайсыз, шашырайсыз. Өз денсаулығыңыз кетеді, одан өзіңіз кінәлаттап, кәдімгі жаман болып кетесіз. Олай керек емес. Өзіңізді түзеңіз, өзіңізді жөндеңіз. Жарайды ма? Енді қараңыз. Егер де сізге біреудің бір нәрсесі ұнамаса, онда ол сіздің де сол адамдағы бойындағы бар нәрсе ұнамады деген сөз. Есіңізде болсын, оны ешқашанда ұмытпаңыз. Және сіздер кей кездері мынадай болуларыңыз мүмкін, бәріңіз айтпаймын, кейбіреулеріңіз болуыңыз мүмкін. Әлем жаман, мына адам жаман, мына мен қоршаған ортам жаман, адамдар мені кері тартып жатыр, мына табиғат жаман, мына жер жаман, жамандап тастауыңыз мүмкін, бірақ олай болмайды. Сіз қай уақытта, қашан әлемді жақсы көресіз, әлемді сол қалпымен қабылдайсыз, сонда ғана сізді әлемде жақсы көретін болады. Сонда ғана сізде бәрі жақсы болатын болады. Жарайды ма? Соны ұмытпаңыз. Егер сіз әлемді жақсы көрсеңіз, онда әлемде жақсы деп санасаңыз, онда сізді де әлем жақсы деп санайды, сізді жақсы көретін болады. Соны ұмытпаңыз. Келесі, сіз болып, біз болып, сіздің моделіңізді құрастырайық. Ол үшін мен сізге ақпарат беремін, ал сіз соны практикада жүзеге асырыңызшы. Үлкен өтініш сізде. Жарайды ма? Оны бастамас бұрын мен сіздерге мынаны айтып кетейін. Сіздерде
сіздер көбінесе жаңа айттым ғой, мен адамдардың милары шашыраңқы болады, оған қоқыс жиналып қалады адамдардың миына, сосын анаумен арпалысып отырады, мынаумен арпалысады, сосын не жасарларын білмейді, күнде ұйықтай береді, ештеңе жасағысы келмейді күнделікті адамдарда, иә. Оны жоюдың бірден бір амалы негізінен сіздер медитация тыңдау керек боласыздар. Медитация деген не, қалай десеңіздер, онда менің ата жөнімді жазып, ютубқа жазсаңыздар, мен толыққанды сол жерде түсіндірдім. Лаура Тілгенова деп жазыңыздар. Медитация ол тыңдаңыздар. Себебі сіздерге сенімділік тудырады. Сіздердің мына жүйке жүйелеріңізге тыныштық орнатып, кәдімгідей сіздерге көмектеседі. Жарайды ма? Тынышталдыра қоймайды, сізді өздеріңіздің мендеріңізбен, өздеріңіздің ішкі әлемдеріңізбен бір-бірімен, ішкі әлеммен, сыртқы әлемді бір-бірімен байланыстырады. Яғни сіз өзіңіздің әлеміңізбен бірге жұмыс жасайсыз. Мысалға, мен кезінде де сіздер сияқты болдым. Ашушаң болдым, эмоциямды ұстай алмайтын болдым. Көп қалайын, бірақ орындалмайды. Кей кездер сондай болды бастапқыда. Психологияға келе бастадым. Оқып жатырғанда оқыдым қазір. Медитацияның түрлі амалдары болады. Бастапқы деңгей, орта деңгей, ең соңында уже космоспен байланысу, иә, вселенныймен байланысу, яғни. Қазір мен шүкір сол вселенныймен байланыса аламын. Қазіргі кезде менде мынадай, бұрында мен қалайым, бірақ орындалмайды. Ал неге орындалмайды деген сұраққа жауап берсем, мен өзімді ең алғашқы бұрында қалып қойған трансформация жасамаппын. Қалып қойған балалық шақтан әртүрлі қоқыстар болады ғой миымда, әр нәрсені бір түрткі қабылдап алдым да, соның бәрін, сосын мен оны трансформация жасай алмадым. Біреуге ашуланып қалдым, біреуге ренжіп қалдым, бәрі басымда қалды. Ең соңында мен содан көп ойлай бердім соларды. Сосын психология келдім, бәрін шештім, психология келіп, оның бәрінен айырылдым. Ал қазіргі кезде мен шүкір деймін, мысалға бір нәрсені қатты қалаймын ба, ол 2-3 күннен кейін автомат түрде орындалатын болған. Бір нәрсе жеңіліп тұр ма, болды, уже автомат түрде орындала береді. Мен тек ойлаймын, болды, ой іске асатын жағдайға жетіп жатыр. Сіздерден де соны қалаймын. Ең бірінші өздеріңізді түзеңіздер. Медитация тыңдаңыздар, міндетті түрде тыңдаңыздар. Басында қатты қиын болады, түсінбейсіздер, қиналасыздар, бірақ әрмен қарай үйреніп кетесіздер. Және де тағы да бір жолы бар, оны мен сіздерге сабақтың соңында айтамын. Екінші жолы аффирмация айтыңыздар. Аффирмация да көмектеседі. 100% аффирмацияны көмектеседі деп мен айта алмаймын. Іс-әрекет міндетті түрде керек болады, бірақ аффирмацияның да көмегі бар. Жарайды ма? Сол екеуін міндетті түрде айтып қолданып жүріңіздер. Енді сіздердің модельдеріңізді құрастырайық. Модель құрастыру деген ол қалай? Яғни сіздер қиялдауларыңыз мүмкін. Мен мынаған қол жеткізсем, мынаны алсам, мынау менде болса, мынадай бір нәрсені ашсам, тағы да әртүрлі адамдар арман болады ғой. Сол сияқты сіздер ең алғаш қиялдайсыздар. Дәл қазір отырыңызда мен сізге мысалы 5 миллион ақша бердім. Сол 5 миллион ақшаны қайда жұмсар едіңіз? Қиялдаңызшы, қиялдай аласыз ба? Тоқтатып қойсаңыздар да болады, жазсаңыздар да болады. Жай ғана қиялдап көріңіз. Бір жағынан сіздің қиялдауыңыз бір жасай алмайсыз, қиялдай алмайсыз, уж сіз бұл мүмкін емес, ол жоқ деген нәрсемен сіздің миыңыз шектеліп қалған. Ал кейбіреулеріңіз рахаттанып қиялдайсыз. Мынаны алам, бүйтем, сөйтем, мынаған жақсылық жасаймын, мынаған қайырымдылық жасаймын деп сіздер кәдімгідей қиялдауыңыз мүмкін. Екі типтегі адамдар болады. Біреуі қиялдай алмайды, екіншісі қиялдайды. Ал сіздерге айтарым, қиялдаңыздар, қорықпаңыздар. Сіздерге ол тегін ғой, қиялдау ол тегін. Сіздерге ақша бер деп жатырған жоқ, ол үшін сізге өміріңіз тартып алмайды, ол үшін қиялдаңыздар, қорықпаңыздар. Жарайды ма? Сол арқылы қиялдаңыз, түрлі қиялдаңыз. Дәл қазіргі кезде қиялдап алыңыз. Екінші қадам, сол дәптеріңізді ашыңыз, өзіңіздің қалайтын 100 арманыңызды жазыңыз. 100 арманыңыз, міндетті түрде жазыңыз. Я келсем, жетпеу мүмкін, бармау мүмкін 100-ге дейін, бірақ қай шамаға дейін барады, сол шамаға дейін армандаңыз. Армандарыңызды жазыңыз, міндетті түрде. Екінші қадам. Үшінші қадам, Алла қоса 2021 жыл келе жатыр, жаңа жылдарыңызбен келе жатырған. 2021-ден 2022-ге дейін осы деген мен не жасау керекпін, қай арманымды орындау керекпін деген сияқты сол армандарыңыздан 10 мақсатыңызды, әзірге 10 мақсатыңызды дөңгелектеп сызыңыз.
100 арманыңызды жаздыңыз, немесе 50 арманыңызды жаздыңыз, соның ішінен 10 арманыңызды дөңгелектеңіз. 2021 пен 2022-ге дейінгі аралықта орындаймын, орындалады деген мақсатыңызды дөңгелектеңіз. Дөңгелектедіңіз. 4-ші қадам. Сол мақсаттарыңызды дұрыстап тұрып дәптердің келесі бетіне жазыңыз. 2021-2022-ге дейін орындалу керек мақсаттар деңізде 10 мақсатыңызды жазып шығыңыз. Бірақ бір минус. Мақсатты да, арманды да дәл осы шақпен жазасыз, алдына мен қоясыз. Мен мысалға айтайын, мен Брайан Трейсидің кітабын алдым. Мысалға, мен Брайан Трейсидің кітабын алдым. Дәл осылай жазасыз. Мен болу керек, және жазғаныңыз дәл осы шақ болу керек. Және келесі осын жазып болғаннан кейін барып, қасына датымен, шамамен жазсаңыздар болады. Жарайды ма? Кейін сіз қиялдадыңыз, арманыңызды жаздыңыз, мақсатыңызды жаздыңыз, нақтыладыңыз. Мақсатыңызды жазып, кейіннен жоспар құрыңыз. Жоспар деген қалай? Сіздің сол жазылған мақсатқа арнайлап жоспар құрылуы керек. Мысалға, сіз Брайан Трейсидің кітабын өзіңіздің таза еңбегіңізбен алғыңыз келді ме? Онда сіз оған ақша жинау керексіз, оны жоспарға енгізу керексіз. Ал ақшаны қалай жинау керексіз, қашанға дейін жинау керексіз, соны жоспарға енгізіңіз. Мысалға, мен кітапты деген мамырда алғым келіп жатыр, ауға дейін мен ақша жинау керек деген сияқты сіз жазыңыз. Мынадайдан мысалға, мен күніне 10 теңгеде жинап отыру керекпін, немесе айына 500 теңге жинап отыру керекпін деген сияқты жоспар жазыңыз. Міндетті түрде. Ал жоспарыңыз сіздің әрбір күндегі, күннен кейін апта, аптадан кейін ай, айдан кейін кәдімгі жылдық жоспарыңыз болу керек. Ол міндетті түрде болу керек. Жоспарсыз адам болмайды. Жоспарлап жүру керек сіз өміріңізді. Және 5 жылдық, 2 жылдық, 10 жылдық жоспарыңыз болу керек. Міндетті түрде. Жарайды ма? Жалпы мен жоспармен жүргенді өте қатты жақсы көремін. Әрбір күнімде негізі жоспар жазып жүремін міндетті түрде. Соны сіздерге де ұсынамын. Сонда ғана сіз жоспар жаздыңыз, мысалға мақсатыңызды орындалатындай жоспарыңыз жасасыз. Екінші мақсатыңыз мысалға сіздің соңғы үлгідегі телефон алу болуы мүмкін, соған да жазасыз. Мысалы, мынаға дейін ақша жинай. Ақша жинау үшін сіз не істейсіз? Ол үшін жұмыс жасайсыз. Ол үшін сіз қандай жұмыс жасайсыз? Өзіңізді жақсы көретін жұмыс жасайсыз. Себебі ол сізге позитив сыйлау керек. Ол сізді кәдімгі шұғылданатындай болу керек сол нәрсемен. Ол нәрсемен шұғылданатындай болу керек. Маған не ұнайды? Соны тауып аласыз мына күні. Келесі күні сіз уже сол кісімен байланысқа шығасыз, сол жұмысқа тұрасыз мына жұма күні. Ал уже сіз сенбіден бастап жұмыс жасайсыз деген сияқты жоспарыңыз болу керек. Мысалға айттым сіздерге, Ал ең соңғысы сіз іс-әрекетке көшу керексіз. Міндетті түрде. Уже іс-әрекетке көшесіз, жүресіз, қимылдайсыз, орындалды, ура дейсіз, жоспарыңызды плюс ретінде сызасыз, белгілейсіз. Таңертең тұрдым, мен суымды іштім, аффирмациямды айттым, медитацияны тыңдадым деген сияқтылар да болады. Жарайды ма? Қуаныштымын, түсіндіре қалдым деген үлкен үміттемін. Ал түсіндіре алмасам, онда сұрақтарыңызды міндетті түрде комментарийға қойыңыздар. Жарайды ма? Сабақты түсіндіріп жатырмын деген үлкен үміттемін, себебі аздаған қобалжулар бар әрине. Бірақ білдірпеуге, сіздерге пайдалы ақпарат беруге барынша тырысып жатырмын. Келесі, сізге тағы да берер кеңесім, міндетті түрде күніңізді жазып жүріңізші. Міндетті түрде. 96 беттік дәптер алыңызда әрбір күніңізге есеп беріңізші. Мына ертеңнен бастаңыз, міндетті түрде бастаңыз. 30 күні, мысалға айтайын, 30-12 күні мен былай жасадым, мен мынадай кітапты оқыдым, мынадай инсайт алдым, мына жерге бардым, жұмысыма бардым деген сияқты түрлі жағдаяттарыңызды сол күннің есебін сол дәптеріңізге жазыңыз. Ол міндетті түрде болу керек. Неге? Себебі сіз артқа қарағанда сіздер бос кетпеген уақыттарыңызды көресіздер. Соған үңілесіздер, сол күніңіз есіңізге түседі, сонда ғана сіздің өміріңіз кәдімгідей өз-өзіңізге есеп беруді үйренесіз, өміріңіз кәдімгі мәнді бола бастайды да. Ал мен онымен бұрыннан бері айналысамын. Рас, 2012-ден 2015-ге дейін жазып келдім, 2016-ға дейін одан кішкене бір 2-3 жыл қалып қойды, одан кейін мен күнде жазып тұрамын. Өзімнің күнімді жазамын. Сондықтан сіздерге де кеңес беремін, ол сізге өте қатты көмектеседі. Жарайды ма? Және екіншіден, мен деген дәптер, сіз егер де сенімсіз болсаңыз өзіңізге,
өзіңізді бір жасай алмаймын, қолымнан келмейді деген сіздерде сондай сылтау болатын болса, онда сізге мен деген дәптерді арнауға кеңес беремін. Ол маған қатты көмектесті. Мен мысалға жазам, менде уже 3-ші дәптер басталайын деп жатырған сияқты шатаспасам. Мен әдемімін, мен мықтымын, мен ақылдымын, мен көріктімін, мен мынаны алдым, түрлісін тағы жаза беріңіздер, шектеусіз. Ең басында мен қарап отырсам 10 жазған екенмін,